Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай песочник тестадан жасалатын сочниктер дайындайтын боламыз. Арасына біз сүзбелі начинка саламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Шаймен ішкенге өте дәмді тәттілердің бірі. Арасы да осындай нәзік болып шығады. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін менде мына жерде бөлме температурасындағы сармай және шекер, қопсытқыш, 3 жұмыртқа және ұнды електен өткізетін боламыз. Ең алдымен жұмсақ сармайымызды ыдысқа саламыз. Енді үстіне шекерімізді саламыз және жұмыртқаларымызды біртіндеп жарып саламыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ, жай венчиктің көмегімен араластырамыз. Мына жерде разрыхителімізді ұнымызға салып араластырып қоямыз. Ол бізге қазір қажет емес. Енді жұмыртқалы массамызды венчикпен араластырамыз. Міне араластырып алдық. Енді үстіне ұн саламыз. Ұнды електен өткізіп, жартысын саламыз бірінші. Осындай ағаш қасықтың көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Араласып қалды. Енді үстіне қалған ұнымды саламын. Азғантай бөлігін қазір қамырды илегенге алып қаламыз. Кішкене осылай қасықтың көмегімен араластырып, кейін бұны қазір қолымызбен илейтін боламыз. Міне, енді қалған ұнымды қосамын. Бізде ұнымыз сәл аздау болып қалды. Ұнды белгіленген мөлшерден артық қоспаңыздар. Егер артық қосып жіберетін болсаңыздар, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Бізде жұмсақ қамыр шығуы қажет, сол себептен 450 граммнан артық қоспаңыздар. Не осындай жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ болып шығады қамырымыз. Енді бұның бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз арасына салатын начинкамызды дайындаймыз. Енді начинкамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бір дана жұмыртқа, творог, шекер, мына жерде менде ванилин және қаймақ, крахмал. Крахмал менде кукурузный крахмал. Енді барлық ингредиенттерімізді араластырамыз.
Міне бізде осындай масса шығады. Начинкамыз дайын. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып жаюымыз қажет. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді оны өздеріңізге ыңғайлы формада кесеміз. Стаканды, я болмаса осындай арнайы форма кесетін форманы қолдансаңыздар болады. Міне барлығын домалақ етіп кесіп алдық. Енді осыларға 1 шай қасық начинкамыздан салып орайтын боламыз. Артық қамырларымызды алып тастаймыз. Начинкаларымызды салып алдық. Осылай шеттерін бекітіп шығамыз. Енді барлығын табаға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Қызып тұрған духовкада 200 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің сочниктеріміз пісіп шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерде де осындай дәмді болып шығады деген ойдамын. Егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира, баршаңызға рахмет.